Қымбатты телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Бүгін бізде студиямызда тұрақты қонағымыз. Енді көрермендер көріп отырған болар. Бұл біздің бастапқыда осы дүние өміріміздің бір бөлшегіне айналады деген сенген жоқпыз. Кетет деген қазір уақытта көзіміз үйренген сияқты, етіміз үйренген сияқты. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы жұқпалы аурулардың алдын алу департаментінің директоры Жұмабек Бекенов. Қайырлы таң аға. Қош келдіңіз аға, ассалаумағалейкум. Енді осы пандемия басталғалы бері, осы індет басталғалы бері біздің студиямыздың белсенді қонағы өзіңіз болдыңыз. Біздің ұлттық арнадан беріп жатқан күнделікті тікелей эфирдің барлығының басқасында жүрдіңіз. Ауырып тұрдым деп жатырсыз, аман есен. Көргенімізге қуаныштымыз өзіңізді. Енді күнделікті таңертең ұйқыдан тұрған кезде әрбір қазақстандықтың бір әдетіне айналған сияқты таңертең әлеуметтік желіні ашып, қаншалықты азайды ауырып жұқтырғандардың саны. Бүгін мен таңертең қарадым, 761 адам болыпты. Азайып келе жатыр күннен күнге. Иә. Жақсы ғой ол? Иә. Әрине. Қазір енді бүгінгі мысалға жаңағы аурушаңдық дейді ғой енді. Мысалға 0,7-0,8% түсті, иә. Өсуі. Күнделік тексерілу. Ол деген енді үлкен көрсеткіш. Кеше ғана 2-3-4-ке дейін көтеріліп жатқан дүние. Соңғы біздің қабылдаған шараларымыздың арқасында. Ол енді біріншіден әрине мемлекеттік дейік. Мемлекеттік шаралар болғанмен, бірақ негізі өзің айтқандай, мынаның суретіне ғана үйренген жоқпыз халық. Халықта бір дағдыға түскен сияқты. Осыдан қорғанудың. Енді сізбен біздің ережелерді айтуымыздың да әсері болуы мүмкін. Жергілікті дәрігерлерде күнбе-күн ауызекі көрсетіліп айтылып жатқан. Халық уже бұл ауруға үйреніп емес, бұл аурудан қорғануды үйренген сияқты. Негізгі басты профилактика халықтың осыдан қорғанудың әдет ғұрпын үйреніп, соны өзінің күнделікті тірлігіне енгізу ғой. Біздің де осыған ұсынып, осыған ұсыныс жасап, осыны дәріптейміз. Соның арқасында қазір осы ауруды біз осындай дәрежеге жеткіздік деп ойлаймын. Енді күнделікті қазіргі қорғаныста әрбір адам үйренді ғой расымен де, біліп қалды, қазір не істеу керек, қандай сәтте, бастапқыда маска киген кезде бәрі шошыды, киімей тығып жүрді. Қазір барлығы заң жүзінде ел болып білгеннен кейін, күрескеннен кейін бір дағдыға түскен сияқты. Меніңше, енді жағдай тұрақталуы керек. Қалай болып жатыр қазіргі? Қазіргі енді жаңағы аурудың көрсеткішін күнбе-күн біріншіден де жұрттың бәрі көрініп отыр. Қазір аурушаңдық өте төмендеді. Жаңағы 0,7 деген көрсеткішке дейін жетті. Біз енді жаңағы репродуктивность дейді, аурудың жұқтыру көрсеткіші өте төмен, бірден төмен түсті. Оның өзі жаңағы біздің аурудың көзінің жаңа түрлерінің азайғанын көрсетіп отыр. Өйткені жаңа түрі болмаса, басқа адамдарға жұғу қабілеті жаңағыдай көбеймейді. Ол бір. Екіншіден, оны азайтатын нәрсе, адамдардың өзін қорғау қабілетінің күшеюі. Ол енді тек қана иммунитет емес, ауырып тұрғандардың. Ол жасанды біздің қорғану. Өзің айтқан жұмыс орындарындағы тәртіптің сақталуы, термометрия, температураны өлшеу көріп тұрсың, барлық аэропортқа кірсеңіз де жалпы да жұмыс істеп жатқан мекемелердің өзінде термометрия міндетті түрде. Ол енді қаламай ұзақ уақытқа қанша уақыт созылады енді дәл осылай? Қашанға жүреміз маска тағып? Масканы енді тағу, мен айтар едім, біздің дағдыға айдалуымыз керек. Көпшілік қанша уақыт? Көпшілік болған уақытта сезондық аурулар шыға бастаған. Маусымдық аурулар. Ертең бұдан бөлек тұмау болады, иә? Ертең қыркүйек, қазан айларында уже тұмау басталады. Басқа да жаппай киіп ал. Жалпы киіп алсаңыз, мысалға осының арқасында тұмау да азайды ғой. Иә. Қызылша да азайды. Таппай қалдық қой, тұмау, қызылша дегендер жоқ. Осының бәрі нең арқасы? Соның көп пайдасын көре беру, әрбір заттан зиянды жағы бар енді халықта. Енді өлім болды, оған туыстар кетті, жақсы адамдар кетті. Бірақ екінші жағынан халыққа мына не болды? Сабақ болды. Жалпы аурудың азайтуына халықтың дәстүрге кіргізуге тұратын нәрсе екен. Маска. Дұрыс па? Дұрыс. Көпшілік дабдалмай тойлардың аса бір қажеттілігіне бар шығар. Екінші жағынан зияндылығын да көретініміз көрініп тұр.
мысалы маска тағу әдетке айналды деп жатырмыз ғой, бірақ шет мемлекеттерде талай рет өзіңде болып жүрміз, өзіңізде болып жүрсіз, бәріміз болып жүрміз. Ол жақта шет мемлекеттерде адам көп шоғырланған жердің бәрінде маска тағу қалыпты жағдай. Қалыпты жағдай. Сіз мысалға бет орамал ұстағандай, басқа да күннен очки таққандай, күнделікті дағдыға айналдыру керек. Дәл сондай. Сізге ол керек нәрсе болу керек. Сіз өзіңіз үшін. Сосын екінші мысалы басқа елдерде алатын болсақ, жапондарда неге ауру аз бізден гөрі? Біз сияқты ел ғой мысалға, ұлттық жағынан да, жаңағы континент жағынан да келетін. Мысалы оларда мысалы ең бір жақсы қасиеттер тазалықтан басқа, гигиенаға өте жақсы дамыған ғой. Олардың бір жақсы нәрсе, ауырған адам бірінші маска киеді екен. Мен туысыма жұқтырмайды. Жауаптылық. Соншалықты жауапкершілік. Өзінің денсаулығы бір, екінші өзімнің жақынымның мына жолдасыма, балаларыма, ағайыныма тигізбейін, ауру осы деп, ол бірінші ауру адам киеді екен. Сау адам емес. Осыған біздің халқымыз осыған көшуіміз керек. Сізде белгі болды ма, сіз бір аурумен жаңағы айтамыз ғой, сол аурудың белгілері бар. Жөтелі бар адам, температурасы көтеріліп, бірге болсаңыз, уже сіз өзіңіз сақтанып жүру керек. Сол ауруды әрмен қарай таратпауға. Сонда біз бір ауруды ештемеден де қорықпаймыз. Тіпті барлық респираторный ауру бір-біріне ұқсас қой, шынына келгенде. Грипп болсын, мына коронавирус болсын, бәрінің таралу жолдары да бұл. Бұның жағы неше түрлі құбылса да, мутация жасап. Біз оның сақтану жолдарын білгеннен кейін, және емдеу жолдарын қазір күннен күнге күнге сапасын жақсартып келатық. Көріп отырсыздар ғой да. Осыны үйренгеннен кейін біз аурудың көтеріледі ау, не деп қатты қорқудың керегі жоқ. Біз осы деңгейде ұстап тұратындай мүмкіндігіміз бар. Жұмабек мырза, енді қазіргі уақытта жасыратын жоқ, халық жаңалықты газет беттерінен, одан кейін телеарнадан енді қазіргі уақытта әлеуметтік желіден көп көретін болды. Осыдан біраз уақыт бұрын әлеуметтік желіде дәрігерлердің қуанып билеген видеосы жарияланды, яғни орындар босап жатыр, халықтың бәрі емделіп жатыр деп. Енді тағы да статистикалық мәліметке сүйенсек, осы күзде тағы бір толқын келе жатыр деген мәлімет бар. Бұл қаншалықты рас ақпарат, және біздің жатын орындарымыз, яғни ауруханаларымыз жеткілікті ме? Өйткені алдыңғы екінші толқында, мүмкін бірінші толқында біз абдырап қалдық. Адамдар көбейіп кетті, жатын орындар жоқ болып, үйден емделіңдер деген мәлімдеме көп болды. Енді қалай болады? Ол бір енді шыны керек, жалғыз елімізде де, соның ішінде мына медицина саласында да төтенше жағдайды көп болады. Өйткені біз мына үлкен ауруды қабылдауға дайын емес болып қалды, ол рас. Бірақ қазір енді дүниежүзілік тәжірибе де бар, өзіміздің дәрігерлердің да іскерлігі бар. Қазір ауруды, аурушаңдықты реттеуге бағыттар, сіздер білесіздер, 2-7 алдыңғы, одан кейінгі карантиндік жабылулар осыған жоспарланған нәрсе. Мына мемлекеттік медициналық мекемелердің қабылдау мүмкіндіктерін орталандыру, мүмкіндік беру. Қазір енді ауру қабылдайтын инфекциялық госпитальдер дейміз ғой, 61%-ға төмендеді. Жедел жәрдем шақыру да азайды. Ол да где-то 50-60%-ға шақыру азайды. Әне күнгі жаңағы маусым, шілде айларда, маусым ғой ең бір қатты көтеріледі. Оған қарағанда, оның бәрі мына көрсеткен мемлекеттік сізбен бізген қабылданған шараларымыздың арқасында болып жатқан. Күзгі дегенде де ол қатты қорқудың керегі жоқ. Күзде біз неден қорқамыз? Жалпы респираторлық ауруларға болғаннан кейін, респираторлық ауруларға табиғаты ұқсағаннан кейін, біз бұрын қорқатын едік. Мына күзде мектептер басталады, жоғары оқу орындары басталады, мына жалпы адамдардың жиналады бір жерге. Сол арқылы таралуға таза мүмкіндік тарайды. Сондықтан біз өзіңіз де білесіз, тұмаудың, жалпы жіті респираторлық аурулардың таралу сезонында күзге өте қорқатынымыз сол. Әсіресе осы жұмыс орындарында, қоғамдық көліктерде бәрі күзде жанданады ғой негізі. Осы жанданады. Олған енді жалпы ауаның салқындығы да салқын тиіп адамның организмінің әлсіреуі де әсер етуі мүмкін. Бірақ ол қаншалықты мутация болғанмен де бұл ауруға біздер айттық қой, жалпы қалай қорғану екенін біз білеміз. Үйрендік. Жауға да үйрендік. Солай ғой. Сосын мына емдеудің көш ілгері қазір алға басты. Жалғыз Қазақстан емес, дүние жүзінде бұл емдеудің жаңа түрлері, мына көрші қанша рет өзгерді протокол, емдеу протоколдары. Қазір жақсы нәтижелер жетіп жатыр. Жолға қойылып дейсіз ғой. Сондықтан біз өзіміздің мына сақтану жолдарын сақтайтын болсақ, жаңағы ең көпшілік тарайды деген жерде жаңағы айттық қой, дистанциялық оқуға осы маусымның кезінде ұстай алатын болсақ, адамдардың да мүмкіндігінше дистанциялық жұмыс істеуді көбейтіп, сосын мына әсіресе ең бір адамдардың көп жиналатын ойын-сауық
массовый дейді ғой. орталықтар. Вот соны әлі тежей тұрамыз. Әзірге ашылмайды. Әзірге ашылмайды, иә. Өйткені алдымызда сезон келатыр, өзің айтқандай маусым келатыр осы аурулардың, респираторлық аурулардың таралуының. Сондықтан осындай мәселелерді біз ұйымдастыру, алдын алу мәселелерін ұйымдастыратын болсақ, біз ештеңеден болмайды. Қалыпты жағдайда. Өте төмен болады. Жақсы, лайым жақсы болсын барлығы. Алла бұйыртса, жақсы күндерде жолығайық. Жақсы жаңалықпен. Жақсы жаңалық болсын, еліміз ешқашан ауырмасын, ел аман, жұрт тыныш болсын аға. Амин. Осындай үлкен проблемамен, мәселемен аға сізді қонаққа шақырмай қойыңызшы. Тек жақсы ақпарат, дұрыс ақпарат халықтың арасында сондай ақпараттармен ғана бөлісуді жасын Алла тағала. Енді қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы жұқпалы аурулардың алдын алу департаментінің директоры Жұмабек Бекенов. Ал қазір біз дәл осы дәрігер тақырыбын ары қарай жалғастырайық. Бүгін дәрігер кеңесі айдарында рентген мен компьютерлік томография